қымыздың сапасысы иісінде. Білуі бар. Ол иісі болмаса, ол уже қымыздың шеберлігі төмендеу деген сөз. Бізге айтады, қымыздар жас тұрғымайды. Ең алдымен дәмді көреміз, одан басқа дәмнің балансын көреміз, одан басқа жаңағы аромат, сыртқы түрі, текстурасына баға беріледі. Вкус деген ол дәм, иә? Сосын вкусовой баланс дейміз. Соны ашып айта аласыз ба? Ол бір жағынан жаңағы иісі дәмімен бірге сәйкес ба. Кейбір қымызды ішкен кезде неге екенін білмеймін, осыны жақсы көрем, басқасын оны просто мынандай профессиональный тілмен түсіндіре алмайды. Бірақ дәм балансты елдің бәрі таниды. Конкурстың ережесі бойынша халыққа и жюриге берілген қымыз бірдей болу керек. О бастан конкурсты істеген кезде ол бәріне бірдей. Халық не ішеді, соған баға беріледі. Әр жюри келіп өздері дәмін көреді, бәрін тексереді, өздері бал қояды. Сол балды алып, одан средний нәрсені, орташа балды шығарамыз, бағасын шығарамыз. Құрметті байқымыздың көрермендері, қайырлы күн. Бүгін біздің студиямызда биохимик, тағам танушы, қымыз жылқы сүті мен бие сүтін зерттеп жүрген ғалым кісі біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Гаухар ханым. Рахмет. Гаухар ханыммен біз осы қыста подкаст жасаған болатынбыз. Пайдалы кеңестер бердік, қымыздар туралы әңгімелестік. Биыл 26 жылы біз байқымызды екінші рет өткізейін деп отырмыз. Бірінші рет өткізгеніміз басында қобалжу болды, қалай болады. Бірінші рет қымызға ойладық, үлкен кісілер ғана келетін шығар деп ойладық басында. Бірақ олай болмай шықты. Үлкен кісілер келді, жастар келді, орта буын келді. Біздің мерекеміз, байқымыз фестивалі өте үлкен деңгейде өтті, халыққа ұнады. Бұл жаңаша формат фестиваліміз. Әрине. Біз былтыр қалай өткіземіз дегенде, мен мысалы қымыз ішуден басқаны білмеймін, қымызды зерттеген жоқпын. Енді қымызды зерттеп жүрген кісілерді жинадық, шамамыз келгенше. Бірінші интернеттен қарайсың, қымызды кім зерттеген деп. Сіз елде болған жоқсыз, шақырғымыз келді, шетелде жүрдіңіз. Былтыр біз бірінші, екінші, үшінші орын деп номер бірінші қымызды анықтаймыз дедік. Биыл енді қымызда көбірек зерттеп, көбірек білген сайын, ол ойымыз дұрыс емес деп ойлады, шештік. Сосын қымызды кім анықтайды? Қалай анықтайды? Оның жолларында білген жоқпыз. Биыл енді бәрін өзгертеміз деп отырмыз. Сізді осы студияға шақырғанымыз, осы жолын екеуміз талқылайық. Мынау жалпы ережелерді осы Гаухар ханым өзі бізге ұсынды. Бұл шетелдік осындай қымыз емес енді. Сүт өнімдері. Сүт өнімдерінің конкурстары шетелде қалай өтеді, дүниежүзінде қалай өтеді. Біз енді биыл солай өткіземіз деп ойлап отырмыз. Қымыздың сапасын анықтайтын, бұл қымызды зерттейтін адамдар болу керек. Дұрыс. Сол кезде сапалы қымызды айтуымызға болады, ең үздік қымыз деп. Осы ережелерді сіз автор ретінде халыққа түсіндіре кетсеңіз, қалай өткіземіз, қалай болады, сол туралы әңгімелесек, Гаухар ханым. Ең бастысы, рахмет, көп рахмет. Осындай ұсыныстарымды тыңдағандарыңызға. Ол еститін құлақ бар, естімейтін құлақ бар. Бір жағынан, екінші жағынан енді байқымыз деген үлкен фестивальді ұйымдастырғаныңыз үшін көп алғыс айтқым келеді. Енді ең бастысы осы қымызға
мындай кәсіби версияны беруіміз керекпіз. Әрине енді көп халыққа ол ұнады. Ұнағаннан кейін енді осыған профессионализацияны ұсынғаным содан. Кәсіптік деңгейде. Иә, осындай кәсіби жоғары деңгейде, кәсіби деңгейде өткізу үшін осындай жаңағы негізгі конкурс, әртүрлі категория, оған жаңағы өзін жаңағы ережелерді салған сайын, ол сіздің конкурсыңызға осындай жаңағы сайысқа престиж береді. Ол ел оған сенеді және адалдық мынандай ашық түрде болғанын қалайды. Сол себептен енді ол қымыз сүт өнімдеріне жатады. Енді сүт өнімдерінің қандай конкурстары бар, мына дүние жүзінде қандай түрде өткізетіндіктен соған қарап, осы қымызға қарай мынандай ұсынысты бергем. Сонда негізгі жаңағы конкурстың өзі үздік қымызға жаңағы кәсіби жюри баға беру керек. Ол неліктен? Ол жай мынаны жақсы көрем, мынаны жақсы көрмеймін емес, ол қымызды істегеннің жаңағы мастерствосына қарау керек. Сонда ол неше түрлі қымыз дайындауының шеберлігі. Шеберлігі. Осы қымыздың дайындалған шеберлігіне баға беріледі. Сонда ол мынандайды жақсы көрем, мынандайды жақсы көрмеймін деген әңгіме бітіп қалады. Сонда ол сол шеберлікке баға берген кезде, ол біз шеберлікті жоғары деңгейге көтереміз. Сонда басқа жан-жақтан істеп жүрген кісілер оларға қайта жаңағы мынандай признание, танымашылық келеді. Сондай келгеннен кейін оған престиж барады. Сөйтіп деңгейді көтереміз. Сонда ол сондайды көтерген кезде жаңағы кәсіби түрде ең алдымен дәмді көреміз, одан басқа дәмнің балансын көреміз, одан басқа жаңағы аромат, сыртқы түрі, текстурасына баға беріледі. Соған ол кәсіби түрде. Енді неше түрлі жаңағы осындай сүт өнімдерін зерттеп жүрген жаңағы істеген кісілер осындай әр параметрдің артынан не болу керек екенін өздері түсініп жатады. Сонда бір қымызға ол қымыздың аты болмайды, инкогнито болады, аты жоқ. Сонда ол жаңағы 3 немесе 5 түрлі эксперт оған баға береді. Жюрилер білмейді кімнің қымызына баға беріп отыр. Әрине. Сол профессионалды подход, жаңағы профессионалды түрде істеген кезде ол негізінен біз білмейміз. Сол бөлмеде тыныштық болады, ешкім сөйлемейді. О жерде тек қана жаңағы инкогнито мынандай стақанға қойылған қымыздар болады, графинмен қойылған. Әр жюри келіп өздері дәмін көреді, бәрін тексереді, өздері бал қояды. Сол балды алып, одан средний нәрсені, орташа балды шығарамыз, бағасын шығарамыз. Сол орташа бағасына орай қымыздың алтын жаңағы алтын, күміс, қола деген деңгейді береміз. Сондайды берген кезде, сонда ол кәдімгідей нағыз адал, нағыз конкурс болады. Таза. Елдің бәрі оған сенеді. Бізге айтады, қымыздар жарыстыруға болмайды деп. Біз қымызды жарыстырып отқан жоқпыз. Біз қымыз дайындаушы шеберлікті жарыстырамыз. Солардың не? Иә. Себебі әрине әр қайсымыз шыққан ортамызға, шыққан жерімізге байланысты өзіміздің жеріміздің қымызы бізге ыстық болады. Бірақ мына жерде біз беретін сол шеберлікке баға береміз. Сонда ол шеберлікті істеген кезде, мысал ретінде кейбір қымызды бір кішкентай ұрттаған кезде, жақсы дейміз. Бірақ оны 3-4 жаңағы ішкеннен кейін оның дәмі мүлдем ашылады. Кейбір қымыз, наоборот, ол ашылмай қалады.
басында басқада, ортасында, аяқ жағында әрине. Послевкусие дейді, неше түрлі жаңағы өздерінің нелері бар. Сол шеберлікке баға береміз. Қай мемлекеттерден алып отырмыз біз бұл нұсқаны? Мынандай нұсқа ол мына сырға арналған, ірімшікке арналған конкурстар бар. Ол халықаралық гильдия, ірімшікті өндірушілердің гильдиясы бар. Ол 19 ғасырдан бері гильдия бар. Сол гильдияның мүшелері жаңағы осындай алдымен конкурстың өзінің комиссары болады. Ол комиссар жаңағы инкогнито, кімнің аты қандай, кім қандай номермен келетіні ештеңкені білмейді. Одан басқа жаңағы бір қымызға 3 түрлі, 5 түрлі эксперт берген кезде орта бағасын береді. Сол орта бағасының арқасында осындай жаңағы шеберлікті таба аламыз. Сіз жаңа айттыңыз ғой, вкус деген ол дәмі, иә? Сосын вкусовой баланс дедіңіз. Соны ашып айтасыз ба? Әрине. Өйткені дәмі бар, мен мысалы, дәмін іштім. Енді баланс деген қай жағына қарайды? Қазір ол қымыз дайындаушыларға айтып отырмыз ғой біз? Әрине. Сонда қараңыз, ең алдымен біз не істейміз? Қымызды көрген кезде сыртқы бет әлпетін көреміз, иісін көреміз, иісін иіскейміз, сөйткеннен кейін дәмін қараймыз. Ал дәміне келген кезде алдымен бірінші дәм болады. Ал енді баланс вкуса деген нәрсе, ол не? Ол бір жағынан жаңағы иісі дәмімен бірге сәйкес. Одан басқа дәмнен кейін, дәмнің артында послевкусия бар. Қымыздың иісі болады? Иісі, сонда кейбір қымызды ішкен кезде деп артынан жаңағы шөпті сезесіз. Содан вот это бәрі қосақтатып, вот это баланс. Енді ысталған қымызды қалай жасаймыз? Или әлде ыстамай алып келу керек па? Енді былай дегенім, мысалы халыққа дайындап жатқан қымыз бар, осы комиссияға арнайы дайындаған бола ма? Мысалы бізде халық өзі дауыс береді ғой, екінші жағында. Халыққа дәмі керек. Ол жаңағы баланс, текстура қарамайды. Дәмі керек, қоюлығын қарау мүмкін, майлығын қарау мүмкін. Сосын енді қай жерден келген қымыз деп қана қараймыз? Тазалығын қараймыз. Ондай халық көп жағдайда кейбір қымызды ерекше жақсы көреді. Былай қараған кезде олардың параметрлері бірдей. Бірақ халық бір қымызды ерекше жақсы көреді. Неге? Сол ерекше көзбен қарайтыны себебі ішінде бәрі бірге ұйқасымды болып тұрады. Сол баланс вкуса үйлесімді. Сонда ол үйлесімді болған жағдайда жаңағы қалай айтса болады? Орысша айта беріңіз. Ең бастысы алдымен біз мына конкурстың ережесі бойынша халыққа и жюриге берілген қымыз бірдей болу керек. Ол бірде болған жағдайда сонда жюри ол білет қандай нені халық оны дәмін татады. Себебі біз біреуге алтын жаңағы бағаны берген кезде халық оны ішпесе, сонда ол проблема болады. Сол себептен міндетті түрде жюриге и халыққа бірдей образецтер келу керек. Одан басқа жаңағы жюридің алдына бастыққа былай берем, халыққа былай берем деген ол дұрыс емес. О бастан конкурсты істеген кезде ол бәріне бірдей. Халық не ішеді, соған баға беріледі. Мысалы, әртүрлі қылып алып келуі мүмкін ғой? Қазы салат, құйрық салат, жаңа қазымен жал салған кезде сіз алдында айттыңыз, витаминдер көбейеді деп. Бірақ онда халыққа ұсыну керек ол. Әрине. Сонда ол сөйтіп халыққа ұсынған кезде баланс кейбір жағдайда, мысалы, кейбіреулер қазын майын салады, кейбіреулер құйрық майын салады. Кейбір жағдайда ол құйрық май кейде андай жағымсыз
дәм беріп қалуы мүмкін. Немесе ол дәмі керемет, бірақ иісі жағымсыз болып қалуы мүмкін. Сол себептен ол жаңағы қатысушы өзі таңдайды, қайсысын беретін. Себебі жаңағы ыстай ма, ыстамай ма. Ол кейбір жағдайда дұрыстап ысталған қымыз ол иісін береді, дәмін береді. Кейбір жағдайда ол иіс береді. Қатыстаса, только ыстың дәмін жесің. Вот, кейбір жағдайда ол текстура деген уже көрінбей қалады. Кейбір жағдайда ол иіс бар, дәмі жоқ. Кейбір жағдайда иіс жоқ, дәмі бар. Сол себептен біз баланс деген кезде ол екеуі қабаттасып әдемілеп келу керек. Мысалы, ыстың дәмі көп болып кетсе, ол төмен бағалы. Ол уже шеберлік жоқ, шеберлік төмендеу. Ол ақырын білініп тұру керек, әрине. Ол қатты болмау керек, бірақ мүлдем болмау мүмкін емес. Соған мынандай баланс болғаны. Ыстамай әкелетін қымыздар да бар ма? Әрине. Катон жақтан олар ыстамайды. Мүлдем ыстамайды, бірақ олардың дәмдері қандай керемет. Сол себептен шөптің дәмін сезесің да? Шөптің дәмін сезесің, шеберліктің жаңағы несін көреміз. Сол себептен ол жерде андай ысталған, ысталмаған, май қосылған, қосылмаған неге сайысқа түспейді. Мысалы, сыртқы түрі 0-ден 10 балл. Ол жерде сыртқы түрі дегенде бір сарғышы болады, аппақ болады, көкшілдеу болады. Көкшіл деген ол майлылығы аз ғой? Майлылығы аз, сұйығырақ. Сұйық. Мысалы, енді жеріне байланысты, мысалы, Алматы жағында сұйық болуы мүмкін. Сосын жаңбыр жауған күнде ертесіне дайындалған су көп болуы мүмкін. Су көп болады. Осы жерде қалай анықтаймыз? Оны ол аз балл алып қалуы мүмкін, Жоқ. Көп болып келсе. Жоқ. Себебі бағасын берген кезде ең көп балл ол дәмге барады. Дәмге. Поэтому дәммен ол... Қазір мен бір-бірден қарап отқаным ғой. Әрине. Жаңағы сыртқы түрі дәмі жақсы болса, біз онда сыртқы түрінен, мысалы, 10 көкшіл болса, сонда 5 сондай бола ма? Жоқ, көкшіл 5-ті қай кезде қоямыз, ол қымыз 2-ке бөлініп жатса. Мүлдем бұлай араластырамыз, ол сонда да 2-ке бөлінсе, сонда ол төмен баға. Сосын оны қандай ыдыстармен алып келген жақсы? Жюрилерге? Жюриге ол графинмен келеді. Шыны графинмен прозрачный болып келеді. Ішінде, әр графин ішінде бір өзінің несі. 2-3 түрлі қымыздың алып келе ала ма? Қалай? Мысалы, аз ысталған, сосын жаңа қазымен қосылған әртүрлі қымыздар бар ғой. Сосын жаңа түнемел қымыз, бір күндік қымыз бар, сосын 2-3 күн, 5 күн, 5 қымыздар бар. Соның әртүрлісін алып келсе, мынау 5 күн ұсталған, виноның әртүрлі болады ғой? Әрине. Сондай алып келсе бола ма? Болады. Сонда бір үйден, бір фермадан, мысалы, олар конкурстарыңызға 3 түрлі қымызды... Виноның әртүрлі алып келген сияқты. 3 түрлі қымызды сізге тіркейді. Сол тіркегеннен кейін олардың номерлері 3 номер болады. Соны былай дәмін тексерген кезде ол бірдей ферма, әртүрлі ферма екенін біз білмейміз. Енді қош иісі 0-ден 25 балға дейін. Соны түсіндіріп өтсеңіз. Ондай баға ең бастысы жаңа қымыздың сапасысы иісінде. Ол иісі болмаса, ол уже қымыздың шеберлігі төмендеу деген сөз. Сонда ол текстурасы 2-ке бөлінсе де, иісі аромат шығып жатса, ол уже шеберлік. Себебі ішіндегі микроорганизмдер дұрыстап жұмыс істеді. Микроорганизмдер ғой, иіс шығарған, иісті шығарған сол микроорганизм. Сол үшін сіз 0-ден 25-ке үлкен балл қойдыңыз. Жаңағы текстура деген ол дәмі мен түрі екеуі бір-біріне келісу керек. Текстура ол ішкен кезде ішінде түйіршіктер, бірдеңке сондай болып қалса, ол уже бір келкі болу керек. Кейбір жағдайда қымыз 2-ке бөлінеді. Жоқ, ана бетіндегі майлар бар ғой. Біреу қаймақпен, біреу маймен ұстайды, бетіндегі қаймағы. Бірақ ол май о баста
максимально еру керек. И кішкентай іртіктері болған жағдайда ол приятный ощущение беру керек. А одан біз бек деп қалатын болсақ, ол онда мынандай май комокпен жүреді ғой? Комок, нет, ол комокты кеседі ғой. Кескеннен кейін ол кішкентай болу керек. Себебі ол жұмыс қой. Жоқ, аямай оны бутылкамен ішесіз ғой. Иә. Ішіне ашқан кезде бетінде комокпен тұрады. Біреуіңкі қара болады, жаңа ыстауына байланысты. Біреуіңкі сары болады. Екі түрлі мен көріп жүргенім. Сол мысалы қаймақ бетінде солай тұрса, май деңіз или қаймағы деңіз, олар қандай баға алуы мүмкін? Егер оны былай ішкен кезде, ол май андай тілге түскен кезде жағымды дәм беретін болса, оны сол маған түссе екен деп ішкен кезде, ол адам өйтіп қаласа, оған баға жоғары болады. Оны текстура деп айтуға болмады? Ол текстура, ол таза текстура. Ал кейбір жағдайда мынандай май дәмін береді, ана майдың өзі тілге түскен кезде жағымсыз болып қалса, это минус. Сонда ол жаңағы ана қымызды дайындаған адам, жаңағы май сондай жағымсыз дәм беру мүмкін. Сол себептен мен оны мүлдем кішкентай қылып кесіп тастаймын, немесе оны қоспаймын. Себебі ол жағымсыз болмау керек. Майда бөлек дәм көруге болады? Иә. Қиып көріп? Потому что мынандай бір ішкен кезде бәрі жағымды болу керек. А оның ішінде бірдеңке жағымсыз болып жатса, ол дұрыс емес. Жаңағы иісті беретін, иіс шығарып тұратын не деп айттыңыз? Бактерия. Ана қор закваска ғой. Сол закваска ол уже бактерия көп болса, сапасы жоғары деп айтуға болады ма? Жоқ, ол бактерияның түрі. Иіс шығаратын түрі. Иә, иіс шығаратын бактерия болып қалу. Бізде жаман бактериялар бар ғой. Әрине, ол жаман бактерия болып қалуы мүмкін. Сол себептен ананы дайындаған кезде біз... Осының бәрі тазалықтан дұрыс ұстағаны, ұстамағаны көрініп қалады, е? Әрине. Тазалықпен келген. Жаңағы кейбір жағдайда желінді жумаса, әйтпесе көбіні дұрысап жуымай, или сасық тряпкамен жуса, ол сасық иіс қымыздан табылады ғой. Ароматты бұзатын сол сасық тряпка ғой. Сол себептен осының барлығы таза түрде сақталса, таза түрде істелінсе, осының барлығы көрсетеді ғой. Сонда осы шеберлік. Так, текстураны жаңа айттық, енді дәм 0-ден 30 балға дейін. Ол енді бәріне түсінікті деп ойлаймын. Ең негізгісі, нағыз өзі дейді ғой. Одан кейін дәм балансы. Осы балансқа жаңағы қосылған, жаңағы ысталған, ысталмаған, иісі болған менен дәмінде болмаса, полностью послевкусия бірге, иісімен бірге, бәрі сәйкес бірге үйлесу керек. Сол бірдей үйлеспесе... Мен мысалы дәм мен дәмнің балансы бар екен деген сізден естідім бе? Сосын мен сұрадым бір жаңа. Балансы қалай, дәмді көрсек болды ғой. Қарапайым тұтынушы ретінде айтып отырмын. Балансын жаңағыдай сіздер бөліп бере аласыздар. Әрине. Одан басқа кейбір адамдар жаңағы кейбір қымызды ішкен кезде неге екенін білмеймін, осыны жақсы көрем, басқасын оны просто профессиональный тілмен түсіндіре алмайды. Бірақ дәм балансты елдің бәрі таниды. Мынау жақсы, мынау жаман деп образец берген кезде, түсіндім, мынау неге жаман екенін, мынау неге жақсы екенін түсіндім дейді. Осы дәм балансы болады. Одан кейін бізде жюрилер анықтайды. Жюрилер анықтағанда біз басты дәмді анықтау, үздік қымызды анықтау осы жюрилерге беріп отырмыз. Ол жерде бізде гран-при бар. Бірінші орын алтын күмістен кейін, оның алдында гран-приге біз фермерлерге керек пикап машинасын береміз. Керемет. Ол жұмысына керек. Ауылдағы адамдардың жұмысына керек. Қымыз тассын, шөбін тассын, құлындары тассын көктемде. Солай деп отырмыз. Екіншісі
Былтыр біз қымызды енді жарыстырдық деп айтайық, қымыз дайындаушыларды. Сол кезде біз жаңағы кишечный палочкасы бар жаңағы, сосын ауыр металларды қарадық. Мына президент іс басқармасының зертханасында қандай стандарт болды, соны алдық та өзімізге де қызық болды. Біз не ішіп жүрміз деп. Бірақ биыл біз ол ауыр металлдарды алып тастадық. Ауыр металлдар кездесу 5 миллиграмм болу керек па? Мысалы, зертхананың нәтижелерінде одан аспау керек деп тұрды. Бірақ кейбір жерлерде, әр өңірде, мысалы 35 болып кеткендер бар. Бір жерден 6 шыққаны бар. Сондай болды. Ол мырш, цинк көп болды. Ол енді шелекке байланысты, может, шөпке байланысты, ыдыстарына да байланысты болу керек. Бірақ сіз ол маңызды емес дедіңіз. Ол маңызды емес, радиация емес. Витаминдерін көрейік деп биыл. Қайсысы мына ең қымыз деп айтып отқанымыз сол. Енді витаминді түрін көреміз. Неге олай шештіңіз? Енді қараңыз, о бастан жаңағы әлі күнге шейін біздің қымызға арналған стандарт бар, мемлекеттік стандарт бар. Соның ішінде ол ескі стандарт па? Совет одағынан келе жатқан стандарт. Ол дұрыс па? Оны обновить әлі күнге шейін оны жаңартпадық. Жаңартпаған себебі ол ең бастысы адамға зиянсыз болу керек деген параметрлердің барлығын салды ішіне. Сонда ол жаңағы ішінде күшті, орташа и қатты қышқыл деп үш түрліге бөлді. Ол тек қышқылдығымен ғана айырмашылық болады. Одан басқа параметрлер ол базовый. Ол базовый параметрлердің ішінде жаңағы мынандай конкурсқа қатысқан кезде ана ішек палочкасын ғана тексерген дұрыс. Орынды, себебі жюри болсын, профессиональный жюри болсын, басқа жаңағы келген қонақтарымыз ол қымызды дәмін көрген кезде іштері ауырмасын, таза болу керек. Ол принципиальный нәрсе, позиция. Одан басқа жаңағы басқа параметрлердің барлығы енді былтырдан көрдіңіздер, ауыр металдардың мөлшері шықпады. Ол тек мырышпен ғана шықты. Қанша о жерде қорғасын бар, кадмий бар, мышьяк бар. Олар мүлдем кездеспейтін нәрселер. Былтыр оны көрдіңіздер, оған қаржы шығарудың ешқандай логический қажеті жоқ. Сол себептен оларды алып тастадық. Бірақ былтыр да белгілі болған көп халық менің қымызым жай қымыз емес, мен емдеймін ол қымызбен деген адамдар көп болды. Емдеп отқандар көп қымызбен. Емделіп жүрген нәрсе, сонда екі түрлі категория шықсын деп осы ем қымызды ішкен кезде неліктен ішеміз. Оның құрамында неше түрлі витамин болу керек. Әрине енді витаминдердің өздері 30 шақты молекула бар. Оны барлығын түгендеп біткенше біз зерттеу жұмыстарды істемейміз. Бірақ ең бастысы осы тағам тануда, жаңағы нутрицептика көзқарасымен қарастырғанда ең керектісі, ең андай обязательный десе де болады. Сонда витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин С. Сонда осы витаминдердің ішінде қайсысы көбірек болады. Ол цифрлар әртүрлі болуы мүмкін ба? Әрине. Біз әлі тапсырып көрген жоқпыз. Барлықтарының витамин сандары әртүрлі болады. Бірақ әр витамин бойынша мынандай ранжированный список істейміз. И сонда кейбір фермалар, мысалы 3 витамин бойынша, 4 витамин бойынша бірінші орында тұрса, ол бірінші, әрине ол уже сондай предварительный лидер, фаворит десе болады. Кейін оның дәмі онша болмаса да, бірақ барлық параметр бойынша ең алдында болса, ол әрине приоритет наған болады.
Сол себептен жаңағы жюридің берген бағасы мына немен бірдей жаңағы ранжирге түседі. И сонда ең басында болғандар, сонда ол нағыз ем қасиеті бар нәрсе болады. Объективна оценка. Мысалы, біз жаңағы сыртқы түрі, хош иісін қарадық. Витаминдеріне сіздер тағы қарайсыздар, сонда? Сонда витаминдерге олар... Мысалы, витамині бай, бірақ иісі онша емес болса? Витамин үстіне алады. Витамин озат? Озат, әрине. Поэтому мына жерде сонда приоритет алдымен витамин, кейін мына баға. Біз енді бұл екінші жыл болғаннан кейін биыл осылай көреміз деп отырмыз. Бірақ мен ойлаймын да, бір 5-6 жылдан кейін ешкім қандай өткізейін деп жатсыңдар, қалай өткізейін деп жатсыңдар, қандай параметрлер қойдыңдар деп айтпайтын сияқты деп ойлаймын. Бәрі үйреніп, осы бір жолға түседі, солай анықтайды деп ойлаймын. Дұрыс. Бірақ енді қымызды ішуіміз керек. Біздің мақсатымыз қымыз ішетін адамды көбейту. Оның пайдалы жағын айтамыз, күнде айтамыз. Сіздер сияқты оқымыстылар ішінде не бар, қай жағынан пайдалы, оны да айта беру керек деп ойлаймын. Енді бізде одан басқа үшінші номинация бар. Бұл халықтың таңдауы. Былтыр біз халық таңдады. Енді таңдағанда өзіңіз білесіз ғой. Дауыс бердік сол жерде. Енді бәрі сол жерде ғана дауыс бере алды. Сол территориядан шықсаң, уже дауыс бере алмайсың. Бірақ енді жұрт таныстарын шақырып, туыстарын, жерлестерін кеше мен естідім, автобуспен алып келіп дауыс берді деп естідім да. Мен оны байқаған емеспін, бірақ осы жақында естідім да. Автобустармен келіп дауыс беріп кетіп қалды деген. Ондай да ол, енді ол қызық болды енді. Осы жолы халықтың дауысы болады. Халық таңдауы керек, бірақ әділ түрде таңдау керек деп ойлаймын. Қайсысы ұнайды, соны таңдау керек та. Мен туған жерімдікі, құдамдікі, туысымдікі деп емес, адал дауыс берілу керек. Соған үйренуіміз керек. Оған енді биыл солай болады деп ойламаймын, бірақ ақырын соған келеді деп ойлаймыз. Сол кезде қымыздың сапасы көтеріледі. Ол сол үшін керек. Сенің мысалы туысың, сенің көршің озу керек емес. Бізге шын мәнінде ең керемет, таза, нағыз пайдалы қымыз табуымыз керек. Біздің мақсатымыз ол мына ұйымдастырушылардың, жюрилердің мақсаты емес, бәріміздің мақсатымыз ең таза қымызды, ең пайдалы қымызды табу. Сол үшін осы істеліп отқан шаруаны аяғына дейін жеткіземіз деп ойлаймыз. Биыл жаңа халық дауыс бергенде біз былай жасадық. Ол жерде кімнің қымызы екені көрініп тұрады. Бірақ QR кодпен бір адам бір телефоннан бір рет дауыс береді. Енді биыл осылай шештік. Өйткені мысалы Ақтөбеден мысалы келді, бірақ Астанада бір жақсы жері, әр өңірдің адамдар көпті, бір жерді көп деп айтпайсыз мысалы. Басқалар. Шымкент көп, Алматы көп шығар деп ойлайды, бірақ бүкіл өңірден келген жастар келді. Осы жерде семья құрды. Біз уже астаналықпыз деп айтамыз да өзімізге. Мысалы, мен 20 жыл болды осында жүрген. Мен Астананың адаммын деп ойлаймын. Балаларым да солай ойлайды. Астананыкіміз біз. Осылай дауыс беріп үйренсек, жаңа бір адамнан бір ғана дауыс аламыз. Сосын ол жерде де жюрилер болады. Ол жюрилер бізге не керек? Бізде былтыр қымыз өндірушілер өзінің қымызына жарнамалады, презентация жасады. Ол немене керек? Ол мынау нарықтық заманға бейімделу, сосын мынау сыртындағы бутылкаларының дизайндары, тазалығы, сосын жаңа өзінің қымызын қалай ұсынады, презентация жасайды, маркетингке қалай бейімделеді, соны үйрету. Жаңа отырған жюрилерге сөйлеп, өзінің жетістіктерін көрсету, қандай шөп жеп жатыр. Мен ойладым, может, әр жердің шөбін алып келіп халыққа таныстырып, мына шөп мынандай, оның пайдасы осындай, жусанның пайдасы осындай, тобылғы, жаңа басқа да көп
шөптер бар ғой. Иә. Соны может халыққа таныстыру керек та. Оның біз емдік қасиеттерін толық білмейміз. Біз аламыз да дәрі ішеміз, антибиотик ішеміз, шөппен емделу деген жоқ. Қымыздың өзі неге емдейміз? Ол қымыздың бүкіл емдік, шөптің емдік қасиеттерін бойына алып тұр ғой. Әрине. Сонымен ішкен кезде біз онымен қатар дәрумендер аламыз, емдік шаралар аламыз. Ойымыз осы, жаңағы халықтың дауыс беруі. Сонда мынандай арнайы номинация болады. Үздік дизайн деген номинация болады. Үздік дизайн бар. Биыл. Дәм шебері, дәстүр сақтаушы, жайлау дәмі, қымыз серті, осындай номинацияларды мынандай басқа. Мына үздік дизайн дегенге біз мынау упаковкасын қараймыз. Неге қараймыз? Мысалы, ол магазинде тұрса, бір әдемі дизайн болса, оны адам алғысы келіп тұрады. Көзбен бағалайды. Ол дәмін әлі көрген жоқ, бірақ сырты әдемі болса, іші де жақсы деп ойлайды. Оны бағалайтын бөлек жюри болады. Сол жерде отқан, презентацияда отқан жюрилер, ішінде дизайнерлер болуы мүмкін, оны бағалайды. Сосын, мысалы, басқа жаңа номинациялар тұр ғой, оны жаңа былай айтамыз. Бірінші орын алтын, күміс, қола, одан кейін орындар бар. 5-ші, 6-шы, 4-ші, 5-ші, 6-шы. Солай тарқатамыз деп ойлап тұрмыз. Осылай болады деп. Солай болған дұрыс. Былтыр біз 1-ші, 2-ші, 3-ші орын дедік та, бізге жазды өндірушілер. Неге номинацияны үлкейтіндер, көбейтіндер деп. Биыл әртүрлі, мысалы, 3 түрлі номинация болады бізде. 3 түрлінен 3 орын бар. Алтын, күміс, қола. Одан кейінгі 5-ші, 6-шы орындарға осы жүлделерді беретін боламыз. Биыл байқымызға көп адам келеді деп күтілуде, халыққа ұнады. Осындай гастрофестивальдар бізде өтіп тұру керек. Ол бұл ұлтымыздың бірінші денсаулығы, қымыз деген. Ұлттық жаңағы қымыздан бөлек ол жерде ұлттық тағамдарымыз болады. Мәдениетіміз бар, қымыз ішу мәдениеті бар. Одан бетер бөлек біз биыл суретшілерді қосып отырмыз. Суретшілер өздері ұсыныс берді. Біз де қатысайық, өзіміздің ойымызды білдірейік. Өйткені 80% суретшілер біздің жылқыны пайдаланады. Жылқыны мысалы батырлармен салады, өзін салады, көзін салады, ауылдармен салады, туған жерін елестетеді. Соның үлкен көрмесі өтеді. Ол жерде сол картинкаларын өздері сата алады. Аукцион жасаймыз. Керемет. Креативная индустрия деп отыр ғой. Осылай жасағымыз келді. Одан кейін басқа жаңалық, кітап көрмесі болады. Кітап көрмесі дегенде ұлттық құндылықтар туралы білім, осындай кітаптар халық қарын тойғызып, көңілін көтергеннен кейін үйіне қарай кітап алып кетсін дейміз. Сосын тағы бір жаңалығымыз, мына бір алаңда мейрамханалар ғана қатысады. Бір алаңда. Өйткені олар біздің ұлттық тағамдарымызды дайындайды. Ұмытылып кеткен тағамдар бар, қуырдақ, жаңағы қарын бүрме, бұжыр, сондай тамақтар дайындап, онда халыққа ұсынатын болады. Соны көрсеткіміз келеді. Бізде мысалы осындай мерекелер болса, палау мен шашлық қана жейміз. Соны қанша басқалар бар. Дәруменге толы, витаминге толы қаншама еттеріміз бар, соның бәрін көрсеткіміз келеді. Енді қатысушыларға биыл ақ жол тілейміз, жол болсын. Осылай қымызды өндірісін көбейтсек, біздің жылқымыз көбейеді. Қымызды айта берсек, осы сіздер сияқты ғалымдар көбейеді деп ойлаймын. Біз қымызымыз бен жылқымыз қазақтың ұлттық бренді болу керек. Соған қатысуларыңызға шақырамыз.
қонақ болып көріңіздер. Ол жерде қазақтың дәстүрін, қазақтың рухын өздеріңіз сезінесіздер деп ойлаймын. Биыл 11 шілде халықаралық жылқы күні. Осыған орайластырып жасап отырмыз. Жаңағы 11-12 шілде күні осы дәстүрлі Астана қаласы Қазанат ипподромында өтеді. Соған көп халық келеді деп күтілуде. Оның алдында біз Қарқаралыда облыстық деңгейде аймақаралық жарыс болады. Ол жақтан жеңгендер осы Астанаға қатысады. Одан қарай ойымыз бүкіл қазақ жерінде әр облыстарда осылай өтсе, областной конкурс. Облыстағы конкурстар өтіп, ең мықтылар Астанаға келетін болса, бұл жерде байғымыздың жүгі ауырлай береді, жүгі арта береді. Престиж көбейеді. Престижный болады деп ойлаймыз. Сол сізге бүгін мынау көңіл бөліп, осыны мына қатысушыларға түсіндіргеніңізге рахмет. Басқа сұрақтар болатын болса, біздің жаңағы менеджерларымыз бар, айналысып жатқан телефондарымыз бар, бүкіл сұраққа жауап береміз. Сізге көңіл бөлгеніңізге, уақытыңыз бөлгеніңізге үлкен рахмет. Қош сау болыңыз. Гастрофестивальда кездесейік бәріміз.